Мен Түркістан облысы Мақтаарал ауданы номер 31 Береке жалпы білім беретін мектептің 11-ші А сынып оқушысы Керімқұл Мерей, жетекшім Жануыз Құралова. Менің отбасы, сабақтастық пен құндылықтар және мәні. Тақырыбым отбасы табиғи бастауы. Мақсаты отбасының қоғамдағы және адам өміріндегі рөлін көрсету, ұрпақтар арасындағы сабақтастықты ашу және құндылықтардың маңызын түсіндіру. Міндеті отбасындағы сабақтастықтардың мәнін ашу, негізгі отбасылық құндылықтарды анықтау, өз отбасын туралы ой бөлісу. Жоба өзектілігі. Бүгінде отбасындағы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, яғни ата-ана әл-ауқатқа қарауға мәжбүр, сондықтан да баласына аз уақыт бөлуден туындаған дағдарыстар, мәселелер. Шешу жолдары. Ата-әже өсиетін тыңдап, олармен көбірек уақыт өткізу. Бұл ұрпақ арасындағы байланысты арттырады. Екінші, кешкі ас ішкенде гаджетсіз бірге уақыт өткізу. Үшінші, әр отбасының өзінің дәстүрін қалыптастыру және де оны ары қарай дамыту. Төртінші, өз отбасымызға көңіл бөлу, назар аудару. Ұядан не көрсең, ұшқанда соңында ілесің демекші, менің дайындаған видеоролигімді бірге тамашалайық. Отбасы барлығымыздың жүрегіміздегі ең асыл сөз. Ол махаббат пен тыныштықтың, мейірім пен сыйластықтың, қуаныш пен мерекенің ортасы. Өнер ешқашан өлмейді деп есептеймін, өйткені ол әрқашанда ғасыр бойы бағаланатын еді және өзіміздің ұлттық құндылығымыз болғаннан кейін өзіміз үйретіп балаларға дәріптеп өз ұрпақтарымызға қалдыруға өзіміздің үлесімізді қосып құқығымыз деп. Ал енді ас ішетін болсаңдар, ас қайнамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Деп қолың жаймен бір бата берейін. Дастархандарымыз бай болсын, қазан ошағымыз май болсын, төрттілігіміз сай болсын. Алла тағала перзенттерімізге салихалы, салауатты ғұмыр берсін, білім берсін. Елімізге тыныштық, ынтымақ, бірлік, береке берсін. Амин. Аллаху акбар. Бұлай келе, отбасы құндылықтары адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Әр отбасындағы бала тәлім тәрбиесін бойына сіңіріп, ары қарай құндылықтарды жалғастырып, отбасымызды қадірлейік.